Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен бірге долма деп аталатын түрік халқының тағамын жасайтын боламыз. Осы видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен жапырақтарымызды жақсылап жуып алып, ыдысымызға салып, үстінен толтырып қайнаған су құйып қоямыз. Қайнаған су жапырақтарымыз ораған кезде жыртылып кетпеу үшін. Мен балғын жапырақтан пайдаландым, ол міндетті емес, банкадағы жапырақта жарайды. 5-10 минуттан кейін қайнаған суды төгіп тастап, осылай жапырағын алып қоямыз. Ал енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш, іш май немесе құйрық май, ет тартқыштан өткізілген жуа және де жібітілген күріш керек болады. Осылардың барлығын бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұз және қара бұрыш салып араластырып аламыз. Толық рецепті осы видеоның астында описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Міне біздің салмамыз да дайын болып қалды. Ал енді жапырағымызды алып, салмамызды салып, орайтын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, екі жағы да ашық емес, өте жақсы оралды. Тағы да біреуін жақсылап көрсетіп кетейін. Бір ас қасық салмамызды салып, осылай екі жағын ішіне кіргізіп, орайтын боламыз. Дәл осылай етіп, барлық жапырақтарымызды орап шығатын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіз. Міндетті түрде оқитын боламын. Және де келесі видеоларды өткізіп алмау үшін қоңырауша белгісін міндетті түрде басып кетуді ұмытпаңыз. Осы видеоны жоғалтып алмау үшін өзіңізге сақтап алыңыз және де достарыңызбен бөлісіп қойсаңыз болады. Міне осылай барлығын орап алдық. Енді кезекте қазанымызға теріп аламыз. Долмалардың үстіне су құямыз, жапырақпен жабамыз, үстінен ыдыспен бастырып қоямыз. Су қайнап шыққан соң газдың астын баяулатып, қақпағын жабамыз. Су қайнап таусылған соң осылай ыдысымызға теріп аламыз. Осымен біздің долмамыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.